Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте тез әрі оңай дайындалатын картоп пен ірімшік қосылып жасалған өте дәмді тіске бастар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге піскен картоп қажет. Картопымызды жақсылап езіп аламыз, және де бөлек ыдысқа ірімшігімізді майда үккіштен өткізіп аламыз. Картопымызға ірімшігімізді қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды енді әр бөліктерге теңдей етіп бөліп аламыз. Әр бөлікті енді қолымызбен домалақтатып, оқтаумен қатты қалың емес, жұқа емес, орташа етіп жайып аламыз. Және де баяу отқа ешқандай май құймай, түбі қалың ыдысқа екі жағынан пісіріп аламыз. Бұл біздің өте дәмді, яғни балаларға ұнайтын тіске басарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте дәмді, ерекше.